Араб аталарымыз араб болмағанда қазақта болмаса. Жоқ, енді жарты жерді негізі бергенде дұрыс деп ойлаймын. Бәрі мұсылманбыз. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада. Болу керек құдіретті төрт ана. Анамыз жәннаттағы әйелдердің мырзасы. Айша анамыз бір тағам көтеріп келе жатады. Амина анамыз Абуа деген Асия деген анамыз бар. Жәннатқа алғашқы кіретін әйел кісілердің тобында тұрған сол кісі. Туған жері түп қазығы айбыны. Тыйым салынған жер бетіндегі жалғыз қала бұл қалалардың анасы болған Мекке. Туған тілі мәңгі өнеге айдыны. Керегі ол арабтың діні деп, тіліңмен, дәстүрімен кетіңдер деп, егер солар айтқандай сөйтіп қабылдайтын болса, қолданыстағы сөзіміздің 70% сөзін бас тартуымыз керек. Кете беріңіз, бәрі арабтың сөздері. Жан байлығы, салт дәстүрі тірегі. Баланы 40-нан шығару деген бар. Балаға 40-тың түк қатысы жоқ қой. Көкпар ойыны ол пайғамбарымыз және оның ізбасарлары болған сахабалардан қалып тұрған ойын. Қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы. Арабтарды үш нәрсе үшін жақсы көріңдер дейді. Мен арабтанмын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қараң. Еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ, төрт анаға тең келер. Онсыз санаң қаңбаққа құсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім табалмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың еш қашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана тағдырыңның тынысы. Төрт ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы. Мұхтар Шаханов.